Медина қаласында болған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір еврейдің құдығы болған екен. Құдықты кімде-кім сатып алып мұсылмандардың қызметіне берген болса, Алла тағала оған жәннаттан сондай құдық насіп етсін деген. Сол кезде Осман радиаллаху анху жаңағы еврейден құдығыңды сат деп барады. Ол жоқ, сатпаймын дейді. Еврей үшін де жаңағы өте бір ақша әкеліп тұрған сауданың көзі болады ол үшін. Онда сатпайтын болған болсаң, онда сен маған оның жартысын сат дейді. Бір күн суды сен ал, екінші күні мен алайын деп, жаңағы осыншама ақшаны мен саған беремін дейді. Жақсы деп жаңағы еврей келсе кетеді. Яғни Осман радиаллаху анху өзінің күнінде барша адамдарға сол құдықтан суды тегін алуға рұқсат береді. Барлық адамдар өздеріне қажетті суларды алып алады сол құдықтан. Бірақ және еврейдің күні келген кезде ешкім де оған келмейді. Оған дейін енді ол құдықтың басы апыр-топыр болып, адамдар уже суды сатып алып атып, жаңағындай бір сауданың өте бір қайнап тұрған кезі болған. Бірақ та осы сәттен бастап ол түбегейлі өзгереді. Сол кезде жаңағы еврей Осман радиаллаху анху құдықтың жартысын да сатып ала салды екен. Бәрібір оған ешқандай пайда келіп жатқан жоқ. Солайынан Осман радиаллаху анху қияметке дейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңағы айтқан бір сөзін елеп, және де өзінің ақыретке деген уайымының арқасында сол құдықты толықтай сатып алып мұсылмандардың қолданысына берген садақа ретінде.